Енді бай адамдар өз балаларын сөзбе-сөз жобалай алады. Және бұған үлкен инвестиция алған екі жаңа стартап себеп болып отыр. Қазір біз ата-аналар эмбриондарды IQ, бой ұзындығы, ауруларға шалдығу, күтілетін өмір ұзақтығы сияқты көрсеткіштерді бағалай алатын дәуірге кіріп барамыз. Әрине бұл қуантады да, қорқытады да. Мұндай супер балаларды эко арқылы жасайды. Бұрын тек дәрігерлер эмбриондарды тек сирек кездесетін генетикалық ауруларға тексеретін. Ал енді жаңа компаниялар мыңдаған генетикалық белгілерді бір уақытта талдауға мүмкіндік беретін полигенді скрининг деп аталатын процесті қолданады. Осындай компаниялардың бірі Orchid. Ол жүрек аурулары, депрессия, Альцгеймер сияқты 200-ден астам жағдайда тексеріс ұсынады. Бұл сервис кремний шатқалындағы миллионерлер арасында танымал бола бастады. Ал жаңа Nucleus компаниясы одан да алға кетті. Ата-аналар 20-ға дейін эмбрионды жүктей алады. Ал жүйе оларды 900 генетикалық параметр бойынша реттеп береді. Бұған тек аурулар ғана емес, көздің, шаштың түсі, бой ұзындығы және тіпті интеллигент деңгейі де кіреді. Яғни ата-аналар өздерінің мүмкін болатын ең үздік эмбрионсын таңдай алады. Мұндай қызметтің құны $30,000 дейін жетуі мүмкін. Қымбат естіледі, бірақ кейбіреулер мұны мысалы ауру науқас балаларды өсіруден арзан деп санайды. Бұл баланың болашағына жасалатын инвестиция. Дәл университет таңдағандай. Бірақ меніңше уақыт өте келе бәсекелестіктің арқасында баға төмендейді. Жалпы бұл қара айна сериалына ұқсайды, бірақ бұл шындық. Ал сіз қалай ойлайсыз, $30,000 әділ баға ма? Комментке жазып маған тіркеп кетіңіз.